Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. Егер көрсеңер біреу мешітке келіп сатып атса, же сатып алып атса, мүнтіп айтқыла дейді. Аллах саудаңа береке бербесін. Пайда таппағын. فإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. Егер біреу мешітке келіп, менің паланчы нәрсем жоғалды ле, қойымды башқамды кім көрді десе, Аллах жоғалғаныңды қайтарып бербесін дегіле дейді. Мешітте зикір қылына тұрған жер. Бетте келіп алып, сауда қыла тұрған жер емес екен. Мешіттің адептері, урматты мұсылман, бір үніңді қатты көтеруі пайдасыз. Телефондарды өшіріп қой. Илқай салам, мешітке кіргенде салам айтқыла. Саламды өткенде айтып отам, кейбірлеріміз өзіге ұқсас киінген қара салам береді да. Бұдай қарап шымы қысқа болса, же болсам, андай емес дей. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдың сахабасыға үммет қылған, таныған мұсылманға салам айтқын дейді. Ислам бұл мұсылманшылықтың аламаттары, белгілерден. Bir adam өліп қалып тұра көшеде. Ешкім білмеді дағын келді тексерсе, мұрыттары қысқартылған, сүннетке отырылған болса, бұл мұсылман деп өкім қылынады. Сен мұсылмандың сүннетке отырғызылады, мойлауы қысқарады, озға салбайды. Ошонда еле бір жерге барсаң, ассаламу алейкум деген доқсаң, мұсылмандар жашайды екен дейсің. Привет деп емес. Чау емес. Нихо бенжу деген жоқ. Ассаламу алейкум деген мұсылмандар жашайды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху десең, қияматта пайғамбарға келіп, 30 сауап берің, мен шүнтіп айтқанмын дейсің. Өлгічең миллиондаған сауапты іштеп қойсаң болады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Балдарыңызға барына үйретіңіз. Телефонда болсын, башқа болсын, ассаламу алейкум. Мешітке кіргенде де ассаламу алейкум. Егер сабақ болып болса, намаз оқылбай жатса, салам менен кіріш керек. Кейбіреулер шығады да өзінің компаниясыға да, билет те өздерінің емесін жамаатының, бұл біздің жамааттың дейді. Шынды құрметті мұсылман бір туған, мен имаммын. Мені барың елді айтсыңыз. Бамдатқа келесіз, құттан келсің, кейбіреулер алдыңнан өтіп кетеді, ассаламу алейкум деп айтты. Себебі мен аға ұқсашымен, мен сақалым жоқ. Же киімім ұзынырақ. Анда не мешітке келесің? Мен артында намаз оқып отырасың ба? Әр бірге салам айтып жүрген күлі құрметті мұсылман бір туған. Мешіттің адептерден. Мешіттің адептерінен салат ракатайын азыр айттым 2 рекет намаз оқу келген кезде сауда сатық арам болады мешітте, сыртта бола береді намаздан кейін. Мешіттің дағы адептерінен құрал жарағың болса жашырып қой. Көрсетпе. Етият бол. Бұл пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім жан оқтар болса бекем байлап алсын, біреуге сайылып кетпесін, қырып кетпесін, біреуді тыншын албасын. Кейбіреулер қарап құралдан да чөчіп кетеді. Үніңді көтербе. Жоғалған нәрсеңді іздебе. Takbir менен, зикир менен, тасбih менен отыр. Дүние сөзін сөйлебе, адамдармен сөйлешпе, отырып алып. Мешіттің дағы адептері келген жеріңе, қайсы жерге келдің, ошо жерде отыр. Мешітте протокол жоқ, сен монетті жазып қойған, сен атыңдағы жер жоқ бетте. Bir ғана имамдың артында, имам адасса, имамға лұқма бере тұрған, адашқанын оңдай тұрған біреу тұрса болды. Башқа жерге әркім бетте протокол жоқ. Алдың келгендер отырады. Кейін келдің, ошо отырған жеріңде отыр. Адамдардың мойнын мүнтіп, баяққа өтіп келбеген. Урматты мұсылман бір туған, дағы мешітті адептерінен біреусі, бірақ бұл жерде бір баса белгілеп қой, кейбірлер айтады, пайғамбар менің үйімді ажамдарға оқшап, арам еместерге оқшап, башқаларды урматтап тұрып ағыла деген деп хадисті түсінбей сөйлегендер бар. Bir gün пайғамбары саллаллаху алейхи вассаламның жанында Хазіреті Али отырған екен. Пайғамбардың жанында Абу Бакр Сыддық келсе, Хазіреті Али тұра қалып орнына отырғызады. Кейін пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам мындай дейді. Пайғамбары саллаллаху лейса минна мен лам ярхам сигарана ва юваққир кибарана. Кичинелерді сыйлабаған, улуларды урматтабаған менің үмметім емес дейді.